Саламатсың ба? Не алып келдің? Не алып келдің? Мен чипсымен сол алып келдім. Сен қолын жақсы көресің ба? Иә. Күнде ішесің ба? Иә. Күнде мамаң сен папа сатып бере ма? Қарағанды қаласы Батыр санаторлық балабақшасы тәрбиеші Китанова Толқын Қаратайқызы. Бүгін менімен бірге зерттеуге қатысатын Әміржан, Серік Әміржан. Біз Әміржан бүгін бізге балабақшаға анасымен бірге өзі кола мен чипси алып келді. Әміржан күнде жейді екен бұны. Мен Әміржанға осы кола мен чипсидің зиянын көрсетпекшімін. Әміржан, бұл сенің денсаулығыңа зиян. Әміржан сенбей жатыр. Мен оны алып қойдым. Қазір осы чипсидің зиянын көреміз. Чипсиді аламыз, мына жерге саламыз. Сал. Ал өзіңе сал мына жерде. Осылай саламыз. Жақсылап үгітеміз. Қазір мына қағазды былай жабамыз. Былай тұрсын, көріп тұрсын, иә? Осылай жабамыз Әміржан. Енді жақсылап тұрып қағазды былай үгіт, иә, жақсылап тұрып. Үгіт жақсылап тұрып үгіт. Былай үстінен басамыз. Әміржан көріп тұрғаныңдай, осы чипсидің борындағы барлық мынау майлар, бұл майлар ағзаға зиян. Осының бәрі сен жейсің, бұның бәрі сенің ішіңе бар. Сосын сенің ішің ауырады. Екінші чипсиді жеуге болмайды, бұл зиянды екен. Енді келесі біздің екен. Бүгін балабақшаға келген коласын мен қазір көрсетейін. Әміржан, жаңа ғана сүт іштік. Сүттің үстіне коланы ішсек не болады екен? Кәні қыш сүттің үстіне кола. Құй. Ал, енді қара. Мынау кола мен сүтті ішуге жарамды ма? Жақсылап қарашы. Жоқ. Неге жарамсыз? Ол ірімлайды. Дұрыс айтасың, сүтіміз іріп кетті міне. Тура осы сияқты балалар. Міне Әміржан, осы коланы сен күнделікті іше берсең, ішіңнің бәріндегі сенің шек қардың осындай болып беріп жаман болады. Жарай ма? Сосын ішің ауырады. Екінші бұны ішуге болмайды. Міне коланың зиянын осыдан көруге болады. Ал мынау біздің ішіп отырған. Енді жейсің ба? Енді ішінде мынандай болғанын қалайсың ба? Жоқ. Мынандай іште қаншама май барғанын қалайсың ба? Жоқ. Жақсы. Мен аларды жемеймін, өйткені алардың іштерінде зиян заттар